Ассалаумалейкум қыздар, менің есімім Әсем. Бүгін сіздерге осындай дәмді, жұмсақ болып шығатын, бірінші жасағаннан сәтті шығатын рецептімен бөлісемін. Бұл рецептіні мен өзім дайындап келе жатырғаныма 8 жыл болыпты. 2016 жылы 18 жасымда ең алғаш рет қызығып жасап көргем. Тоже ютубтан қарадым. Енді осы рецептімен уже сіздерге бөлісетін сәті келіп түскен сияқты. Осындай өте жұмсақ болып шығады ғой. Осылай бірнеше формаларын да үйреніп алғам. Келесі бірақ сабақтарда осы формаларын көрсетіп қалармын. Әзірге біз енді рецептін бастаймыз. Сіздер оған дейін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Керек ингредиенттерді қыздар дұрыстап мұқият қарап алыңыздар. Мен постоянно 1 литр сүт, 3,2%, 72-де 5% сливочное масло, 2 жұмыртқа, 200 грамм шекер, мак, 1 қасық ашытқы, щепотка соли дейді, яғни жарты шай қасық. Ал енді ұн маған 1 келі 200 граммдай кетті. Оны араластыра отырып қараймыз. Келесі қадам, сүтті темір табаға құямыз. Өйткені біз оны қазір баяу отқа қойып жылытамыз. Қатты ысып кетпеу керек. Қатты ысып кеткен кезде біздің нанымыз көтерілмей, дрожжымыз да ашытылмай қалады. Сондықтан тек қана қаншылым қыламыз. Енді ашытқыны сүттің бетін прям полный жабатындай қылып сеуіп шығамыз. Сондай деңгейде болу керек. Сепкен кезде барлығын жауып тұру керек. Енді 1 ас қасық шекерді ашытқыға қосып жақсылап араластырамыз. Шекер ашытқының көтерілуіне жақсы көмектеседі. Және бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Көтерілгенше қайнатылған чайниктің астын баяулатып, кесені үстіне қойып, сарымайымызды жақсылап ерітіп аламыз. Қатты енді қайнап кетпесін, және оны суытамыз. Суытқаннан кейін 200 грамм шекерді осы сарымайға қосып араластырамыз. Мен 2 жұмыртқаны бірден үстіне қосып жіберемін. Или сіздер біртіндеп қосып араластырсаңыздар да болады. Негізі мен 2 жұмыртқаны қосқаннан кейін ыдыс кішкене тар сияқты болып қалды. Сонда сіздер үлкендеу ыдысқа ерітіңіз. Енді мен барлығын мейлінше үлкен табаға құямын, өйткені менде 4 протеин шығу керек, және бұл сүті өте мол. Сондықтан майды да, сүтті де осыған қосып жақсылап тағы да араластырамыз. Өйткені қазір біз ұнды біріктіру керек боламыз. Тұзды да қосуды ұмытпаңыз, ол аз болса да жақсы дәм береді. Соңғы этап ұн қосу қалды. Менде 250 граммдық сита. Сонымен мен почти 5 қостым. Қамыр біріккеннен кейін міндетті түрде қамыр жақсы көтерілу үшін, жұмсақ болу үшін майды құйып жіберіңіз. Менде осындай жақсы көтерілген қамыр шықты. Мен міндетті түрде 2 қайтара басам. Содан кейін барып уже дайындауға кірісеміз. Шынымды айтсам, қазір дайын қамырды ауылға келіп, ауылда жасап жатырмын, жалғастырып. Енді майды жағып, ары қарай қалай біз рогаликке жасаймыз, соны көрсетемін. Күлшенің нақты өлшемі жоқ. Мен қалай алғым келді, қанша мөлшер сонша алдым да осылай жайдым. Ең жақсы көретін жеріне жеттім. Мен осыны 8 бөлікке бөліп, ішіне салма салып, орағанды жақсы көремін. Ішіне қандай салма саламын десеңіздер, вареная сгущенка немесе абрикостың өзін салға болады, жаңағы вареньяның да. Осылай видеодағыдай орап шығамын да, шеттерін кесіп тастаймын. Өйткені көтерілген кезде шеті қатты созылып, сүйкімсіз болып кетеді. Сондықтан солай істегенді мен жөн көремін. Оны мен өзім жеңгемнен үйренгенмін. Енді оны табаға салып, 30 минутта негізі көтерілгенін күту керек. Сол кезде өте жұмсақ болады. Жұмыртқаның сарысы мен ағын бірден араластырып жағып шығам, табаға салмайды. 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, жасап көріңіздер, сіздерде сәтті шығатынына сенімдімін. Және мен алдыңғы видеода шекерсіз блиннийдің рецептісімен бөліскен болатынмын. Ол да мен үшін бір сәтті болған. Оны да қараңыздар.